Саламатсыздар ма достар? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді, жеңіл, тез дайын болатын қолжетімді заттармен пирог жасайтын боламыз. 2 жұмыртқаға ванилин, қант қосып, қант ерігенше жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сосын 50 грамм сүт қосып, тағы да араластырамыз. 50 грамм иісі жоқ күнкебағыс майын қосамыз. Разрыхитель және ұнды массамызға електен өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымыздың жартысыны формамызға құйып аламыз. Формамның диаметрі 18 см. 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Сосын мен қарақат вареньясыны жақтым. Сіз қалауыңызға қарап басқа варенье болмаса жем жағуыңызға болады. Қалған қамырымызды вареньяның үстінен құйып шығамыз. Қамырды құйып жатқанда бір келкі жайылуына мән беріңіз. Пирогымызды тағы 10-15 минутке осылай әдемі қызыл болып шыққанша пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскен-піспегенін шпажкамен тексеруге болады. Бетіне сән беру үшін осылай қант ұнтағын себеміз. Тез және қолжетімді заттармен пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге рецепт ұнап жатса, пікірлеріңізді комментарияда жазып, видеоларды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаң. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, мені оңай табу үшін каналыма тіркеліп, басқа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырау түймесін басып қоюыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.